Гонконг тұмауы Абай облысы мен Алматыға да жетті. Екі өңірді қосқанда жалпы саны 32 науқас вирустың осы түрін жұқтырған, олардың дене қызуы 40 градусқа дейін көтеріліп, оңайлықпен түспейді екен. Ал дәрігерлер дерттен сақтану үшін екпе салдырған жөн дейді. Тұмаудың әрине де осы алдын алу шарасы ол вакцинация болып табылады. Вакцинацияға осы ең бірінші кезекте осал топтар дейміз. Осал топтың адамдары жатады. Оларға арнап осы біздің жергілікті бюджетімізден 60 мың доза сатып алынған болатын. Бүгінгі күндегі қамтуымыз бойынша облысымыздың 10%-ға жуық адамдары осы тұмауға қарсы екпе алды. Елімізде риновирус, парагрипп және коронавирусқа шалдыққандарға қатысты статистикада мәз емес. Мәселен, Алматыда вирус жұқтырғандар былтырғымен салыстырғанда 20%-ға жоғары екен. Яғни 23 мыңға жуық тұрғын тұмаумен тіркелген. Оның жартысынан көбі балаларым. Ал Гонконг тұмаумен ауырып жүргендердің қатарында жүкті әйелдер көп дейді мамандар. Эпидахуалдың күрделенуіне байланысты ақ халаттылар күшейтілген жұмыс тәртібіне көшті. Эпидемиялық маусым кезінде ең біріншіден өзін-өзі қорғау үшін жаңа бетперде, мысалы көпшілік орындарға барған кезде бетперде кию ұсынылады. Одан кейін жаңа көпшілік орындар баратын жерге көп бармау. Балалар мысалы ауырып болмаса, өздері ауырып тұмаулы басталған кезде ең бірінші бұл үйде болатын режимді сақтау керек. Өйткені ол егерде ауырып тұрып, ол көшеге шығып, мысалы көпшілік орындарға баратын болса, ол өзі ауырғанмен қатар ол басқа жаңағы тұрғындарды да жұқтыруы мүмкін.